Дон Жуан қораз. Жалғасы. Қораз жұмыртқа тумайды әрине, бірақ тудырады. Не керек, қызыл қораз Зағипаның қолына қонған бақыт құсы болды ғой. Қораз десе, қораз еді өзі де. Екі тауықпен осы қоразды шиби кезінде қаладағы құс фабрикасында істейтін қызы әкеліп берген. Асыл тұқымды тауықтар деп мақтап еді. Сонысы рас болып шықты. Үшеуі де басқа тауықтарға қарағанда мелжемді, сирақты болып өсті. Әсіресе қызыл қораз. Шіркіннің күн көзінде өрттей лаулап шалынатын қызыл күрең қауырсыны қандай. Үнемі қызыл шоқтай жанып тұратын басындағы айдарын айтсайшы. Сәл жасыл рең араласқан, бір шоқ гүлдей күлтеленен төгілген құйрық қандай. Тірі жанды көзге ілмей тәкаппарлана маң-маң басқан жүрісін көрсең ғой. Ал дауысы ше, айғайға басып шақырғанда, ауылдың бас аяғына түгел жететін. Және орынсыз, уақсыз шақыру деген жоқ. Бейне Кремль Куранды дерсің. Қызыл қораздың уақыттан жаңылмайтыны сонша, ол барда Зағипа сағатқа қарауды қойып, уақыт мөлшерін қораздың шақыруына қарап біліп отыратын. Әрі беріден соң бұл да ештеңе емес. Қызыл қораздың даңқын шығарған үйдегі екі тауыққа қанағаттанбай, осы көшедегі мекиендерді үйіріне қосып алатын шақарлығы еді. Әрине, қызыл қоразда етектігі екі тауық аужал бола ма? Бауырындағы ақ тауық пен қара тауықты місе тұтпайды. Кейде бір үйір аңсап, өзгеше бір дауыспен шақыратыны болушы еді. Сол дауыс құлақтарына шалынысымен, осы көшенің мекиендері жаны жүріп жетеді ғой. Ақ тауық, қара тауық, шұбар тауық, жағал тауық қаптап кетеді. Санаған ешкім жоқ. Кейде 15-20-ға дейін баратын шығар. Қайсысы қай қорадан келгенін кім біліпті. Зағипаның білетіні әйтеуір бәрі осы аулаға кеп туады. Қорасының қуыс-қуысынан күн сайын бір етек жұмыртқа жинап алады. Еруліге қарулы күніне бір уақыт қыдырмашы тауықтарға жем шашып қоятыны бар. Зағипаның ойынша өзі кеп туған қорадағы жұмыртқаны алу ұрлыққа жатпайды. Тауық өзгенікі болғанымен, қораз өзінікі. Ол немелер жұмыртқаны күлге аунап туып па? Бұл да қызыл қораздың еңбегі. Ал еңбегі демекші, қызыл қораздың қайратында қапы жоқ. Өз қорасында қораздары бар ма жоқ па, әйтеуір тауықтар осы қызыл қораз үшін келеді ғой. Ол байғұстарды аңсап сусап келетіні болар. Қызыл қоразды көрген бетте мекиендер қанаттарын қомдап жалпайып жата кетеді. Осыдан кейін жұмыртқа тумай көр. Жұмыртқа туар кезде мекиендердің жарлайтыны бар. Зағипа соны аңдып отырады да, жаңағы жыршы тауықты бұрыш-бұрышына сабан төселген бұрынғы сиыр қораға енгізе қояды. Қазір жұмыртқа қымбаттады. Несін айтасың, қызыл қораздың үйірі осы үйдің керек жарағын қамдап тұр. Соңғы бірер жылда Зағипаның шаруасы өрге басып осылай жүріп жатқан. Қыдырмашы тауықтарға іздеуші, сұраушы болмаған соң, мына жұмыртқаны туған кімнің тауығы деп Зағипа да жар сала қойған жоқ. Шүкір көршілерінің бәрі бақуат, жақсы тұрады. Тауыққа күні қарап тұрғандары некен саяқ. Бәрі де осы қалпында кете берер меді. Қайтер еді көрші қорадағы Рұқия кемпір шырықты бұзып, шу шығармағанда. Рұқияның ежелден ақ Зағипаға қанығас, жұлдызы қарсы. Көптен жиналған іштегі зілі болса керек. Осы жолы талағы тарс айырылып, бомбадай жарылды. Әйел заты 40 жылғы кегін ұмытпайды екен ғой. Бүгінгі тауықтың дауына баяғы байының дауы қосылып, ескі жараны қайта қоздырғаны. Жалғасын өткізіп алмаңыздар. Аман, сау болыңыздар.